Құрметтім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Нәзікжан каналы, мен Гүлжан Анарбайқызы. Бүгін сіздермен түріктің атақты жазушысы Актач Мырзаның «Өмір жоғалтқан кезден басталады» атты сондай өмірімізге керекті ақпараттарды ала алатындай, білімімізді одан ары сусындататын керемет кітаппен бөліскім келіп тұр. Қазақшаға аударған Айдана Сәуірбекқызы. Алдымен қазақша контентімнің дамуына үлес қосып, пікір қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіз. Егер сен бір нәрсені шынымен қаласаң, оны жүзеге асыруың үшін бүкіл әлем мүмкіндіктерін ашады. Сен тек соған сай мақсаттар құра білуің керек, не өзгерісті ойларыңнан бастауың керек. Қалағаныңның бәрі танысыңдай жақын екенін көресің, бірақ әрекет ете алмайсың. Себебі неде? Мақсатқа қарай жүретін қадамдарының болмауы, не ойларыңның дұрыс еместігі. Ойларыңды өзгелердің басқара алуына жол берме. Сен бір нәрсеге қол жеткізе алатыныңа және жасай алатыныңа сәтсіздікке ұшырап құлаған кезіңде қайта тұрып әрі қарай жүре алатыныңа сене білсең, сен ойлаған нәрселердің сөзсіз келгендігін көресің. Ешкім адамды сенген жолынан қайтара алмайды және оны қалаған істерінен ешкім де тайдыра алмайды. Әрекет еткісі келсе, оған ешкім кедергі бола алмайды. Адамдар айта береді, сенің қолыңнан келмейді, одан да осылай жүре берсеш. Ақымақтардың істері бұл, тағы басқа. Сен оларды тыңдамау арқылы жеңіске жетесің. Сондықтан саған берілген мына әлемде шексіз мүмкіндіктерінің барын есіне алатын болсаң, шексіз арман мақсаттарының жетегінде тоқтаусыз әрекет жасаған болар едің. Сендегі болып жатқан жетістік не құлдырауларға сенің ғана қатысың барын біл. Егер сен әрекет жасаған келгенде өзіңе сенбесең, сен өзіңе өзің тосқауылдар қойып, қорқыныштарыңа бой алдырып жатырсың. Өзіңе сен. Алға қарай жүруді тоқтатпа. Сен өзіңе сенуді тоқтатпайынша ештеңе бітпейді. Өткенді топыраққа көмбейміз, бірақ болашақта гүл ашқанын қалаймыз. Өткен өміріңді ойлай беретін болсаң, бүгінгі сәтіңнен рахат ала аламын деп күтпе. Өткенді қайтара алмайсың, бірақ бүгінгі сәтіңмен өмір сүре аласың. Өтіп кеткен оқиғаларды ойлай көз жасыңда құрғап біткен жоқ па? Неге өткен өміріңді топыраққа көмудің орнына өзіңді өткенге тастайсың? Әлде ертеңгі күніңнің гүлдей бүршік атқанын қаламайсың ба? Сен өміріңде болу керек қиындықтардың барлығын жеңдің. Бір өзің сынақтардан өттің. Өткен іс өтті, бітті, кететін дүниелер сені тастап кетті. Өткенге тек көз жүгірт, қиындықтардың сені тастауына рұқсат бер. Бүгінгі сәтіңмен өмір сүр. Өткенге қарай беруді емес, болашаққа сеніммен қарауды үйрен. Басыңнан өткен қиындықтар мен сүйегіңізге деген жеткен азаптарды бір мезетте ойыңыздан алып тастау оңай емес әрине. Бірақ сені қадірлемейтін адамдар басыңа келген қиындықтарды бүгінгі күніңді өткізе алмайсың. Қандай жағдай болмасын, әрқашан алға қарай қадам жаса. Сенімен бірге жүретіндер жүрсін, қаламайтындарына есігің жабық болсын. Кейде жалғыз шешім көз қарасыңды өзгерту болып табылады. Өмірде әркім өзі сенетін шындықты ғана қабылдай алады. Әр адамның өмір философиясы, өмірге деген көзқарасы және айтар пікірі болады. Бірақ өмірге деген көзқарасымыз, мысалы, күнде бір ғана терезеге қараумен бағаланатын болса, біз өмір сүріп жатқан өмірді толықтай тани алмас едік. Әрине өмір сүруде қиындап кететін еді. Кейде өмірге басқа көзқараспен қарауға тура келеді. Неге? Себебі бұл өмір сүру сол заңдылықты талап етеді. Егер біздің өмірге деген көзқарасымыз өзгермейтін болса, яғни бір терезеден қарап отыратын болсақ, біз әрқашан бірдей нәрселерді көріп, бірдей баға беруге дағдыланып қалатын едік. Кезінде қол жеткізгім келген, бірақ өмірге деген көзқарасыма байланысты жете алмаған дүниелер болды.
Мақсаттарымнан бас тартудың орнына өмірге, сынақтарға, адамдарға деген көзқарасымды, яғни тереземді өзгерттім. Мен көзқарасымды өзгерткен кезімде өзімді көбірек тани бастадым. Жаңа қабілеттерімнің барын білдім. Және өзімнің жақсы жаққа өзгеріп келе жатқанымды түсіндім. Мысалыға, мен қол жеткізгім келетін нәрселерге жүгіруді қойдым. Керісінше, мен олардың маған келуіне мүмкіндік бердім. Менің түсінгенім, кейде жіберу керек дүниелерді қимастық басып, жібергіміз келмей қалады, бірақ өмірде қабылдауды да, жіберуді де үйрену керек екен. Уақытты қайтара алмаймын, бірақ өзімнен кешірім сұраймын. Мені сүймейтін адамдарды жақсы көргенім үшін өзімнен кешірім сұраймын. Кеткісі келетіндердің алдында тұрғаным үшін өзімнен кешірім сұраймын. Түсінбегендерге түсіндіруге тырысқаным үшін өзімнен кешірім сұраймын. Мені түкке тұрғысыз ретінде сездірген адамдарға қамқорлық жасағаным үшін өзімнен кешірім сұраймын. Өзгелерді қуып жетуге тырысып, өзімнің дамуына кеш қалғаным үшін кешірім сұраймын. Ешқандай қиындығым жоқ деп өмір сүретін адамдардың жағдайына түскенім үшін өзімнен кешірім сұраймын. Басқалар бақытты болсын деп өзімді бақытсыз еткенім үшін өзімнен кешірім сұраймын. Менің орнымды басқалармен толтыруға бейім адамдарды қинағаным үшін өзімнен кешірім сұраймын. Қазір ойлап қарасам, сен мені ренжіткен жоқсың. Мен саған әрқашан рұқсат беріп келіппін. Үнемі өзімнен бұрын өзгелерді бірінші ойлайтындығым, ғашық болмай ғашық болуды жасап алғандығым, өзімді түкке тұрғысыз адам ретінде бағалайтыным мені күйзеліске әкеліпті. Байқамаппын. Өзімді тым көп құрбан етіп келген құқығымның Құдайдың алдында есебін қалай беремін, білмеймін. Мен білетін бір ғана нәрсе бар. Енді мен өзімді ойлайтын боламын. Сен қымбат болсаң, мен сенен қымбатпын. Саған көтере алмайтын қиындықты бермейді. Өмірімде кездескен қиыншылықтарға қарсы уәж айтқан емеспін. Қиыншылықтар мені бас көтере алмайтындай хәлге түсірген кезде де мойымадым, себебі басымнан өткен барлық қиыншылықтардың маған төтеп бере алатындығым үшін берілгендігін жақсы білемін. Бүгін басыма түскен қиыншылықтарды еңсере алуым үшін өмір сүремін. Қиыншылықтар бізге жалғыз күресу үшін келеді деп ойлайсыз ба? Жоқ. Алла бізге көмектесіп жатыр. Раббымыз ескертпеді ме? Расында әрбір қиындықтан соң жеңілдік бар. Сен үміт үзбе. Алла сені сынайды, әрі көмектеседі. Көтере алмайтын қиындықты саған бермейді. Ешқандай қиындық сені өлтірмейді. Керісінше шыңдала түсесің. Махаббатты сездірген әдемі һәм сезінген әдемі. Сіздің өміріңізде сезімін білдірмейтін махаббатқа жол бермеңіз. Эмоционалды болудың қажеті жоқ. Біршама уақыт өткеннен кейін эмоционалды болу шаршатқаннан басқа ештеңе әкелмейтінін түсінесіз, яғни жүрегіңіз шаршаған кезде ойлана бастайсыз. Мен сені сүйемін деп айтпас бұрын, өзіңізде махаббатты сезіндіретін және оған адал бола алатын адамыңыз болсын. Сізді уайымдап, телефон соғатын, күніңіздің қалай өтіп жатқандығын ойлайтын, бірдеңеден жалыққан кезде сізбен бірге шешімін іздейтін, мұңыңызбен мұңайып, қуанышыңызға қуанатын және қанша жерден уақыты тығыз болып тұрса да, сізге арнайы уақыт табатын адаммен жолыңызды жалғастырыңыз. Махаббат осындай құндылықтарымен әдемі. Жалғасы келесі бөлімде күтіңіз.